Қайрат Нұртастың анасы жазылушыларына Қайратты қамауға алғаннан кейінгі өз сезімдерімен бөлісті. Әрбір ана баласымен бір сәтке де болса айырылғанда уайымдамауы мүмкін емес. Гүлзира апамыз да осындай бір уайым үстінде жүрген секілді. Әшейін де күндер зулап өтіп бара жатыр деп ренжуші едім. Кім ойлаған аңым да атпай кешім де батпай тоқтап қалғандай боларын. Әр сағат пен өткен күнді санап басым қатты. Алла күш қуат берсін. Толассыз ағылып жатқан хаттарыңыз үшін адал жүрегіммен алғысымды айтамын. Сынақ қой ештеңе етпес, сіздерде жігерлі болыңыздар. Кімнің басынан не өтпейді? Иә, бұл артынан күн шығатынын ұмытпайық. Бес саусақ бірдей емес. Бір ананың баласы мүгедек, бірі баласынан айырылып жатыр. Бірі перзент жей алмай жүр. Соның бәрін Алла тәубасына келсін деп көзіне көрсетіп қояды екен. Иә, тәуба, ең бастысы балам аман. Ер азамат қой, тағдырына көнеді, шыдайды. Өз әндеріне қосып айтқандай, шыдай жүрек. Тілеуін тілеп отырған барша аналарға айтарым, ой Аллай, сіздерге жазып отырып көзімнің жасынан бұлдырап көрінбей кеткен қатерлерімді сан түзедім-ау. Жүрегіме Алланы салып, бір Аллаға тапсырдым ұлымды. Десем де жүрек шіркін беріліп кете береді екен ғой. Ана жүрек деп бекер айтпаса керек. Ана атаулы өз баласын қатты жақсы көрсе, ұлын сүйген жарын қатты жақсы көрсе, Алла сонысымен қатты сынайды екен. Көз жастарыңыз деп қуаныштан болсын. Ал Қайраттың анасы уайымдап жүргенде мәдениет министрі жұлдыздардың соңғы кездегі қылықтарына сыни көзбен қарады. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Facebook парақшасында жариялаған жазбасында мәдениет қайраткерлерінің қоғам алдындағы жауапкершілігіне тоқталды. Оның айтуынша, мәдениет ең алдымен халықтың өркениеттік негізі, кез келген қоғамның басты рухани өлшегіші. Балаева әрбір мәдениет қайраткері қоғам үшін руханияттың өмір сүру деңгейі халық үшін бағдар деп санайды. Өкінішке орай соңғы жылдары белгілі мәдениет қайраткерлерінің дұрыс емес және жиі заңсыз мінез құлық жағдайлары жиіліп кетті. Біздің әрқайсымыз адами әлсіздікке жат емеспіз, бірақ олардың салдары заңның қылмысы болмауы керек. Мәдениет қайраткері қоғамдық тәртіп пен адамгершілік қағидаларын құрметтеудің ең кішкентай көрінісіне төзбейді. Олардың міндеті мәдениетті қалыптастыру, халықты сұлулық пен өз мұраларына құрметпен қарауға тәрбиелеу. Қоғам, әсіресе жас ұрпақ үшін, әрине танымал тұлғалардың заң бұзғаны өте алаңдатады, деп жазды Балаева. Ал сіз бұл туралы не деп ойлайсыз? Комментарияға өз ойыңызды қалдырып кетіңіз.